Ата-енеме шайға жұмсақ болып шығатын булочки дайындадым. Ең алдымен жылы сүтке тұз, қант, ертілген сары май, ванилин, бір жұмыртқа, дрожжи салып, жақсылап қамыр илейміз. 1 сағатқа ашытып қоямыз. Булочкидің бетіне крошка жасаймыз. Жұмсақ сары майға ұн мен қантты араластырып аламыз. Ашыған қамырды 2 бөлікке бөліп, қатты жұқа қылмай жайып аламыз. Арасына дәл осылай жем жағамыз. Ұзынша етіп кесіп, дөңгелетіп орап шығамыз. Барлығын жасап болған соң бетін салапанмен жауып, 2-3 есеге көпсу үшін 15-20 минутқа қойып қоямыз. Бетін бір басып, жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Жаңағы жасаған крошкиімізді сеуіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минутқа пісіріп аламыз. Жұмсақ болып шыққан булочкиларым мен ата-енеме шайын беріп, өзіме уақытымды арнап кірпік жасатуға келдім. Бұл жерде нео техникамен жасалынады. Білікті маман Мадина ханым менің көздерімнің формасына қарап, әп-әдемі қылып кірпік жасап берді. Сонымен қатар менің атымнан баратын болсаңыздар, сіздерге кез келген объем 5000 теңгеге жасап береді. Төменге Мадина ханымның парақшасын қалдырып кетем, сіздер де жазылсаңыздар болады.